Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда пияздың қандай ауруларға ем, қандай ауруларды алдын алатын жайлы, сонымен қатар сіз қоқысқа тастайтын пияздың қабығы жайлы айтатын боламыз. Сондықтан қызықты пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл табиғи өнімнің 100 граммында 41 калория, 1,4 грамм белок, 10,4 грамм көмірсу бар. Бұл өнімсіз тамақты елестету мүмкін емес. Тағамның барлық түріне қосылады. Қыста пияз витаминдердің тамаша көзі болып табылады. Пиязда көптеген В, В1, В2, В6, Е, С, А дәрумендері, сонымен қатар кремний, мырыш, марганец, мыс, калий, фосфор бар. Витаминдерден басқа пиязда көптеген минералды тұздар бар. Олар су тұзының балансын қалыпқа келтіреді. Пияздың дәмі мен иісі оның құрамындағы тағамдық талшықтар тәбетті оятады, ас қорытуды, перисаликтерді ынталандырады. Бұл тәбеттің нашарлауына, іш қатуға және әлсіздікке пайдалы. Пияз тұмау, мұрыннан су ағуына және тамақ ауруына қарсы тиімді профилактика болып табылады. С дәрумені иммундық жүйені қолдайтын вирустар мен бактериялармен күресетін, ағзадағы созылмалы қабынуды бәсеңдететін және жастықты ұзартатын ең күшті табиғи антиоксиданттардың бірі. А дәрумені дененің дұрыс жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Иммундық жүйеге, көздің денсаулығына жауапты, ақуыз синтезіне қатысады. Бұл жүктілік кезінде әйелдер үшін өте маңызды, өйткені ол баланың өсуі мен дамуында шешуші рөл атқарады. В дәрумендері иммундық жүйені, жүйке жүйесінің және мидың жұмыс істеуі үшін маңызды. Жасушалық метаболизм процестеріне және энергияның қалыптасуына қатысады. Кремний сүйек қаттылығы, буындардың қозғалғыштығы, тері, шаш және тырнақтар үшін өте маңызды микроэлемент. Мырыш бұлшық еттердің өсуі мен қалпына келу үшін қажет. Жараларды емдеуге ықпал етеді. Иммундық жүйеге бактериялар мен вирустармен күресуге көмектеседі. Ас қорытуды жақсартады. Гормондардың өндірісін реттейді. Ғалымдар тәттіге деген құмарлықтың жоғарылауын мырыш тапшылығымен байланыстырады. Өйткені бұл элемент жасушалардың инсулинге сенімділігін жақсартады. Калий жүйке жүйесінің жұмысына, бұлшық ет жиырылуына қатысады. Сондықтан ол жүрек денсаулығы үшін өте маңызды. Денедегі су балансын, қалыпты қан қысымы және қандағы қант деңгейін сақтайды. Әйелдер денсаулығы үшін жастықты ұзартады. Пияз антиоксиданттарға бай. Өздеріңіз білетіндей, ғалымдар қартаю процесін жасушалардың зақымдауымен және антиоксиданттарға күресе алатын организмдегі созылмалы қабынумен байланыстырады. Ісінуді жеңілдетеді. Пияз калийге бай және аздап диуретикалық әсерге ие. Соның арқасында олар денедегі артық сұйықтықты кетіре алады. Жүктілік кезінде маңызды. Пияздың құрамында А дәрумені бар. Ол жүктілік пен ұрпақтың дұрыс дамуы үшін өте маңызды. Қантқа құмарлықты азайтады. Әсіресе маңызды хром, магний және В дәрумендері, олардың барлығы пиязда кездеседі. Ерлер денсаулығы үшін. Жүрек үшін өте маңызды. Пияз антиоцинендер жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы. Көптеген өсімдіктерде кездесетін табиғи қосылыстарға бай. Зерттеуге сәйкес, антиоцианинге бай тағамдарды үнемі жейтіндердің жүрек талмасына шалдығу ықтималдылығы пиязды тұтынбайтындарға қарағанда 32%-ға төмен. Өнімділікті арттырады. Калийдің жоғары мөлшері миды белсендетеді. Сондықтан жоғары жүктемені бастан кешіретіндер ас мәзіріне пиязды үнемі қосуы керек. Әйелдер қауымына таныс жағдай. Пиязды тураған кезде көзіңізге жас келуінің себебі мынада. Пияз жасушалары зақымдалған кезде көздің шырышты қабығын тітіркендіретін зат бөлінеді. Бұл зат зиян келтіре алмайды, бірақ ол көптеген қолайсыздықтар тудыруы мүмкін. Сондықтан химиялық реакцияны бәсеңдету үшін турау алдында пиязды мұздатқышқа бірнеше минут суытыңыз. Бұл пияздың пайдалы қасиеттеріне ешқандай әсер етпейді, бірақ оны дайындау оңайырақ болады. Пияз қабығының көмегімен қазіргі уақытта кең тараған ауру түрі параситпен күресуге болады. Ол үшін ең алдымен 30 грамм пияз қабығы мен 55 грамм жаңғақ қабығын жақсылап жуып, үстіне 2 литр су құйып 2 сағат қайнатыңыз. Қайнаған пияз суын 3 сағат тұндырып, сүзгіден сүзіп алып, күніне 2 мезгіл 100 мл-ден 3 апта бойы ішіңіз. Безеуден құтылу. Пияз қабығын суға салып қайнатыңыз. Дайын болған қайнатпаны таңертең және кешке безеуді сүртуге қолданыңыз. Құрғақ ауыр жөтел кезінде қақырықты жұқарту процесін бастау және оны денеден шығару өте маңызды. Бірнеше пияздың қабығын 1 литр суға салып қайнатыңыз. Құйған суыңыздың жартысы буланғанша қайнатылуы керек. Қайнатпаны мұқият сүзіп, тоңазытқышқа салыңыз. Күніне 3 рет 125 мл-ден 1 ас қасық бал қосып ішіңіз. Мұрынның ағуы суықтан да аллергиядан да болуы мүмкін. Әсіресе жиі аллергиялық ринит мәселесі гүлдену кезінде пайда болады. Пияздың ингаляциясы 2 түрде де жеңуге көмектеседі. 60 грамм көлемінде кішкене пияз қабығын қайнаған суға құйыңыз. Алынған бумен 5 минут бойы демалыңыз. Осылайша сіз синустың кептелуін алып тастайсыз. Цистит бұл өте жағымсыз құбылыс. Ауру кезінде қуықтың қабырғалары қабынады.
бұл зәрі шығару кезінде ауырсыну мен ыңғайсыздық тудырады. Дәретханаға жиі бару байқалады. Жалпы кез келген әйел одан тезірек емделуді қалайды. Бұл рецепт несеп жыныс жүйесінің басқа да қабынуларына да көмектеседі. 15 грамм пияз қабығын 500 мл қайнаған сумен араластырып жарты сағатқа қалдырыңыз. Қайнатпа дайын. Оның диуретикалық әсері бар. Ол инфекцияларды жоюға көмектеседі. Сонымен қатар қабынуға да әсері бар. Егер цистит аурудың жоғары кезеңінде болса, онда күніне 2 рет қолданыңыз. Курс 5 күн. Егер ауру созылмалы кезеңге өтіп кетсе, күніне 4 рет 30 мл ішіңіз. Бұл жағдайда курс 10 күн. Менің әжем қолданатын рецепттерін сізге сырын ашайын. 61 жасқа келсе де шаштары 18 жасар қыздың шашындай. Шашыңыз түсіп қайызғақ баспас үшін 1 литр банкаға пияз қабығын нығыздап салып, үстіне арақ құйып, қақпағын жақсылап бекітіп, қараңғы жерде 14 күн бойы сақтаңыз. Дайын болған қоспаның түсі қара шай секілді болады. Қоспаны шашыңызға жағып 2 сағаттай ұстаңыз. Содан соң жуып тастасаңыз болады. 2-3 рет қолданғаннан-ақ нәтижені байқайсыз. Пияздың көмегімен өкпені тазалап, қақырықты шығарып, тұмаудан арылып, жөтелдеп басатын рецептерді мен алдыңғы видеода көрсеттім. Сол видеоны көрсеңіздер болады. Бұл табиғи өнімнің зиянды тұстары: ас қорытуды, метеоризмді, ісінуді және диарейні тудыруы мүмкін. Оны бронх демікпесімен жеуге болмайды. Ал гипертониямен өнімді пайдалану қан қысымын арттыруы мүмкін. Сондай-ақ пиязды кішкентай балаларға беруге болмайды. Пиязды жеке түрде көп мөлшерде жеуге болмайды. Бұл өткір және ащы. Бұл асқазанның шырышты қабығына зиян келтіруі мүмкін. Әсіресе гастрит, асқазан жарасы мен панкреатит болған кезде. Созылмалы сипаттағы өт қабыны және бауырдың патологиялары мен ауыр бүйрек ауру кезінде, бронхиалды астма, сонымен қатар жедел кезеңде ойық жара, гастрит және жоғары қышқылдық кезінде пияздан бас тартқаныңыз жөн. Бүгінге осы шығарылым пайдалары қызықты болса, арнаға тіркеліп қоңыраушыды басуды ұмытпаңыздар. Бұл жаңа шыққан видеоларымды бірінші болып тамашаларыңыз үшін. Пияз жайлы қай ақпарат ұнады, қандай ақпаратты білетін едіңіз, пікір алаңына жазып кетіңіз. Келесі кездескенше.